Мәселен, сіз бір адамменен сөзге кеп қалдыңыз, сөйттіңіз да сол адамға бір орынсыз ренжідіңіз. Қойш сен. Сен деген осындайсың дедіңіз. Міне енді осыған артынша астағфирулла, Алла кешіре көр, мен тіліммен артық сөз айтып жатырмау деп өз-өзіңізді тоқтатпасаңыз, қойш сен дедіңіз ба? Сіз міндетті түрде өкпеңізді, ренішіңізді тас қылып, оны жүрегіңізде алып жүресіз біраз уақытқа дейін. Сосын оны құр алып жүрмейсіз. Оны не істейсіз? Біраздан кейін ғайбат ретінде біреуге айта бастайсыз. Анау бар ғой. Содан көңілім қалды. Қойш соны дейсіз. Егер сіз келін болсаңыз, енеңізді, ене болсаңыз, келініңізді, біреудің жары болсаңыз, күйеуіңіз болсаңыз, досыңызға, әйеліңізді қалай жамандап отырғаныңыз білмей қаласыз. Неге? Сол кішкентай ғана бағанағы бір сол кісіге, тұлғаға артық айтқан сөзіңізге сіз тәубе қылмадыңыз. Өзіңізді арнайы түрде тоқтатпадыңыз. Сол сөздің салдары біраз уақыттан кейін сізді ғайбат қалып барады. Біраздан кейін сізді өсек айту қалып барады. Сіз негізді өсек айтпайтын адам едіңіз. Негізінде сіз жаман адам емессіз. Негізінде сіз өте жақсы адамсыз, бірақ сіз бір жаман амалды жапсырып алдыңыз да, сол жаман амал жайлап үлкейе береді. Біраздан кейін өсек айтасыз, жамандайсыз, ғайбат айтасыз. Сол кезде сіздің ғайбат айтқан адамыңыз, ол да ғайбатшыл адам болса, сізді одан бетер теріс жолдың үстінде бекітіп береді. Дұрыс айтасың. Осы сені бүйткенде, сен неге ондайға сабыр қыласың? Шыдама, ондайды орнына қойып тастау керек еді. Қалай қайбетімен саған ондай сөз айтады деп, сізді сабырға шақырудың орнына, сіздің жүрегіңізді тыныштандырудың орнына керісінше сізді үдетеді. Мынандай жағдай болды. Жақында мен танитын бір інішегім келіншегімен ұрысып қалды. Араларында балалар бар. Сөйтіп келіншегімен ұрысып қалады. Ұрысып қалғаннан кейін келіншегінің бір жақын апайлары бар екен, солар келеді да келіншегін айтады. Жоқ, сен мынадан ажырасып кет. Мынандай күйеумен тұру мүмкін емес. Сен өзің басыңның қадірін білсеңші. Сен өзіңнің өміріңді ойласаңшы. Сен ажырасып кет, сен кет деп жаңа айтады. Сонымен біз күйеуін айтамыз, сен әйеліңе сабыр қыл, әйеліңе түсіндір. Керек болса біз де келінге жылы сөзімізді айтайық, сөйтіп араларыңыздағы өкпе-ренішті кетірейік десем, келін тіптен сөйлесуге келмейді. Жоқ, кетем де. Сөйтіп жүрген кезде расында біраздан кейін жігіттің көңілі қалды да, ол басқа қалаға көшіп кетті. Уақытша. Мен бір жұмысымды істей берейін, мүмкін келіншегім бір сабырға келерді. Сөйтіп жүргенде бағанағы апайлары ақыр соңында ажырастырып алды. Сонымен екеуі енді ажырасты. Мынау келіншек мына жақта қалды. Бұрын оның жағдайын жасап отырған жігіт бұрынғыдай көмектеспей қалды. Сөйтіп бұл әйел қинала бастады, қиналып төңірегінен қарыз сұрай бастады. Сол кезде бағанағы апайлары: сен ана күйеуіңнен алсаш? Жоқ, күйеуім бермейді. Онда басқа жақтан ал, біздің басымызды қатырма, саған ажырас деген біз емеспіз дейді. Сонымен анау: қалай сендер ғой енді маған ажырас, ондай күйеуден құтыл деген сендер ғой десе, немене сен біз айтсақ ажыраса бересің бе? Өзіңнің басың қайда? Өзің ойланбайсың ба деп жаңағы сіңілдерін кінәлай бастайды. Содан сіңілісі қиналып, енді күйеуіне барайын десе, оған намысы жібермейді. Апайларына ренжейін десе, түсінбейді олардың бұрылып кеткенінен. Сөйтіп екі ортада қалып кетеді. Сөйтіп бізге хабарласты. Мен не істеймін, екі ортада қалып кеттім. Мына жақта апайларым кеше маған ажырас деген, енді өзімдігін әлі батыр. Ал енді мына жақта күйеуімді әбден өкпелетіп ренжістіп қойғам, ол бұрылмай жатыр, не істеймін дейді. Сонымен енді шамамыз келгенше ақыл насихатымызды айтуға тырыстық. Айтайын дегенім, осы сияқты оқиға қазір өте көп.